Хастаханенің бір бөлмесінде екі ауру даваланған. Ikisinin de hali bir ağır bulgan. Birisinin karavаты ишік қатында, ikincisininkisi tereзе түбінде yatқан. Uzun günlerini tezірек өткөрүү үшін бұлар сөйлеше, аралаша башлағандар. Ишік қатында оқ ятушы ағай, сен терезе түбінде ятасың, сөйлелі. Нелер көресің, орамда нелер бар деп сұраған. Тышта қазір бек мотор. Жиһанға яз келді деп суретлеген екіншісі. Табиғат жанланды, бардың яжайшылыққа көмілді. Жылыяқтан қышлар қайтты. Көкте йымшақ мамық кібік бұлттар ағыла деген. Ол тирейінні шуның қадар мотор суретлеген ки. Бөлмеде шаны бик рахатланып тыңлаған. Бұл хәл күн сайын қабатланған. Терезе янында ятушы қарт балық тұтышы малайларны, әнесі біле жетеклешіп барушы қышшықны, қарт әнесін хава солар қалып шыққан еш жігітні көруін сөйлеген. Табиғатыны шул қадар матур тасвирлаған. Гүя яңғыры, жили, құяшы, ғадәти түгіл. Әшін әкиеттә кеше. Тұра бара, ишік қатында ятушы ағай, бөлмедешінен күнлеше башлаған. Неге аңа шынды яқшы орын леккенде, неге мина ишік қаты тұры келген деп ойлаған ол. Ол жиһанның матурлығына қарап ятқанда мен стенадағы ярықларын шутларға мәжбүр. Бұл дүнияда ғаділлік бар мұсың деп қасіретленген. Күннерден бір күнне терезе янындағы қараватта ятушы қартының хәлі ауырайған. Ол буыла башлаған, үзліксіз еткірген. Яқындағына шәфқат тұташлары болмаған. Бөлмедеші де оңа ердемге шақырып бірні қышқырмаған. Қарт бірнеше минут телмергеннен соң хауа жетмегендіктен жан тәслим қылған. Қартыны бөлмеден алып шығып кеткеннен соң ишік қатында ятушы өзін оның орнына көшірулерін сұраған. Шәфқат тұташы қаршы келмеген. Нихаят, güzel табиғатының күзеті болушы терезе анықы. Әмма не көрсін? Терезеден елға да, орман да көрінмей. Қаршы яқтағы үйінің қара стенасығына тұрала баса. Нешегенді деп, аптырашта қалған ол. Деге қарт, бек матур нәрселер көру хақында сөйлейді бейді деген. Ол қарт, тұмыштан соқырайды. Ялғышасыздыр деп жауап қайтарған шәфқат тұташы. Бөлмеде ялғызы қалған ағайның сөйләшір кішісі де болмаған. Ол ғұмырының соңғы күндерін бек яман сылап өткерген. Қарт соқыр болса да, көңілі матур болғанға, бөлмедешінің кәйфін көтеру үшін тырышқан. Ағайының көңіл көзі көрмегеш, ол аның игілігін аңламаған. Халық мәқаліде, көңіл көзін көрмесе, маңғай көзі бұтақ тишігі дейшіл. Бір ярлы кіші ақыл есіне тұрмышынан зарланған. Ашарыма ризық, үстіме киерге киімім yok. Мен шундый бақытсыз деп билап жіберген. Шын бақытының сірі ақшада төгіл деп аңлаттырға тырышқан ақыл есі. Көз алдыңа кетер. Мына сен бір қопшық алтын таптың дей. Ол ақшаға йұрт сатып алырға бола. Тек ғайлау шағы түгел. Үйіңе ятақ сатып алырға мүмкін. Ләкин шунысы мүхим. Тыныш көңіл біле ятып ұйқый алырсың ма? Дару да сатып алырсың. Тек сәлемәтлікні сатып алып болмай. Түлеп білім алып бола. Ләкин аңа қарап қына
ақылың артырмысың деп аңлатқан ақыл иесі. Зар елаушы кішігіне дәшмеген, бик тирән ойға батқан.